Ал ендеше баршаларыңызға ассалаумағалейкум, сіздермен бірге Зага. Бүгінгі видеода біздер дейтін осы жақын арада обновление болған болатын. Сол обновлениеде біздер дейтін қандай заттар шықты, және де жақын арада қандай эмоциялар шығады. Ошым сол сондай заттарға бүгінгі видеода обзор жасайтын боламыз. Видеомыз бастамастан бұрын арнаға тіркеліп осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше мен дейтін көп сөйлей бермей видеоны бастайын. Видеомыз бастамастан бұрын жаңа айтып кеткендей арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар, и лайк басып, и өздеріңіздің бір любой комментарий жаза берулеріңізге болады. Bir бәле деп сондай топ ойбай сондай мұндай деп жаза берсеңдер де болады. Ал ендеше мен дейтін көп сөйлемей видеоны бастайын, ал біз видеомызға кеттік. Давайте. Бірінші достар, енді біздер дейтін видеомызға да оралдық, және де біздер дейтін кеше ғана өздеріңіздер білетіндей, бізде кеше емес, енді алдыңғы күні бізде Prime деген нәрсе шыққан болатын. Яғни бұл бізде Prime деген не? Бұл бізде осы баяғыдан бері жасап келе жатқан донаттарыңызға байланысты бұл деңгей деуге де болады. Бұл деңгей бізде қанша? 7 деңгейден ғой, жоқ, 8 деңгейден тұрады екен. Так, бізде дейтін бірінші деңгейде өздеріңіздер білесіздер, бізде бірінші деңгейде бізде осындай өте керемет авасын береді екен, и бізде осындай Prime'де бірде профильдеріңізге жазып қоятын болады. Ал екіншіден бізде подарка беретін болады. Бұл подаркада сіздер өздеріңіздің туған күндеріңізді белгілейсіздер, и сол туған күндеріңізді белгілеген кезде сол күні сіздерге 100 алмазды и бір-екі комната, и потом бір нәрсе береді, сыйлыққа. И мына жақта бізде так плеер, бізде бұл черный список деген, өздеріңізге ұнамаған адамдарды бір черный списокке тығасыздар. WhatsApp'та тығып тастайсыздар ғой, жаза алмайтындай қылып, сол сияқты қылып, бұда да бүйтіп черныйге тығатын боласыздар. Бұл бізде екінші деңгейде бұл. И бізде екінші деңгейде бізде профильдеріңізге жазып қоятын болады. Енді Prime'де енді кішкене болсын түсіндіріп кетейін, енді білмейтіндер де болады ғой, білетіндер де бар, білмейтіндер де бар дегендей. Так, бізде үшінші деңгейде бізде осындай бізде өте керемет деп айтпай қояйын, бірақ стенка жоқтан бар еді, шүкір осығанда. Осындай бір стенка беретін болады, 6 деген. Праймның құрметіне, Прайм деген өзімде түскен жоқпын не екен негіз. И бізде мынандай Прайм андай бар ғой, киім ауыстыратын бар ғой, киімші. Бүйтіп 1-ге 2-ге 3-ге бүйтіп 4-ке тығасыздар ғой. Енді соның 4-ші бүйтіп варианты шығады анақта. И бірден 4-ші вариантпен киімді сетіңізді бірден ауыстырып тастайсыздар. И бізде өздеріңізде білетіндей 3-ші Праймде бізде профильдеріңізде тұратын болады. И бізде 4-ші деңгейде бізде өте керемет деп осындай, енді керемет деп айтпай қойын, енді нормальный осындай бір эмоциясын беретін болады. И бізде осындай так фон ғой, фон ба? Сондай фонын беретін болады осындай. И бізде 100, енді бізде осы ең әдемісі осы бізде. Өткен сіздерде 100-200 адам қабылдай аласыздар, и потом мұна менен бізде қосымша тағы бір 100 адам қабылдап, 300 адам қабылдайтын боласыздар. Енді бұны айтпай қойсақ болады, бұл 4-ші бізде Prime бұл. Так, енді бізде 5-ші Prime бізде. Цветной никнейм. Цветной никнейм дегенде өздеріңізде біліп тұрсыздар, никтің түсі бізде өзгереді сарыға. Сондай сарыға и аққа көріп тұрғандарыңыздай, мынау суретте көріп тұрғандарыңыздай бүйтіп ауысып тұрады ғой. Сондай ақшыл болса. И приглашение в комнату, прям приглашение дейді. Адам сізді шақырған кезде сөйтіп осындай сары никпен тұрады бізде. Сондай, бұл 5-ші Prime'да бізде таңғалатын еш бәле жоқ. Ал енді бізде 6-ші Prime'да бізде профильдеріңізде осындайнан бір эффект қолданылады. Эффект шығыдынандай сап-сары бір бәле вычекет шығады. Сондай. Так, бізде и профиль Prime дейді. Сондай профиль Prime деген бізде андай от сияқты бүйтіп жан жақта былайынан бүйтіп тұрады ғой. Сондай. Ал енді бізде 7-шісі, так, ранний доступ. 7-де бізде алдын ала бізде доступтар беріліп отыратын болады джекпоттарға деген, джекпоттарға ма, оның нақтысын білмеймін. Сондай. И бізде Prime магазин дейді. Бізде магазинге осы наборларды қосып, осы наборларды сіздерге алуға шанс болады. Типа, өз түсінігім осындай, енді сондай болып тұр. Мынандай АВМ, және де мынау набор, и мынау кулак. Сондай. И бізде мынандай бізде өте керемет фонын береді. И мына жақта бізде аватаркасын жанында андай баннер қосып береді. И мынау бізде так обмен наряд. Бізде 8-де ең кереметі 8-де болып тұр. Өйткені бізде сіздерде не киім бар, сол киімдеріңізді достарыңызға бөлісе аласыздар. Мысалға, мен друзьямда ботский аккаунтпен жаныма тұрғызып қоямын, и менде не киім бар, сол адам менде бар киімді киіне алады ғой. Сондай ол адамға доступ беріледі бізде. Сондай киінуге де. И бізде Prime медаль дейді. Медаль. Бұны енді ішлей түсінген жоқпын да енді.
В общем анандай бұл в общем анау аватарка бар ғой, соның жанында бүйтіп праймның андай в общем значогы тұрады ғой, в общем сондай. В общем енді осымен бізде праймдарды аяқтадық. Енді түсіндіңіздер деген ойдамын. Енді түсінгендер түсіндіңдер, түсінбегендер түсінгендерден сұрайсыңдар ғой енді. Үйтіп бүйтіп болса да. В общем бағанағы мен айтқан нәрсе мынау, в общем мынандай ғой, мынандай, в общем көріп тұрғандарыңдай мына жақта сап-сары болып жанып тұр ғой. В общем праймның андай суреті деген сол. И бізде бір жақсысы, бізде обновлениеде бізде Free Fire Max сияқты болып кеткен. Себебі бізде дейтін бұрын Free Fire'де бұндай эмоциялар профильде істелінбейтін. Енді бізде профильде де эмоциялар істелінетін болады. Ал енді бізде дейтін жақын арада өздеріңізде білетіндеріңізді білесіздер. Үшін бізде дейтін магический кубке мына наборларды қосқан болады. Мынау қосылды ма или бұл емес па, әйтеуір білмеймін. Ойбай, сөйлемей қалдым осыны. В общем, так бізде екі набор қосылды ма, не болды өзі? Мынау набор қосылды деп ойлаймын. И так мынау наборлар қосылды. Бізде өте керемет, қазіргі уақытта өте керемет емес, енді бізде говно наборлар. В общем, енді керемет деп бүйтіп айта алмаймын енді, бар ғой. Енді мынау нормально шығар, бірақ нормально болғанмен, бірақ киінетін жер жоқ қой. Мынаны не астын кимейсің, басын кимейсің, үстін кимейсің. Енді мынау енді бізде мынаны киесің, енді үстін киесің, басындағысын киесің, маскасын анда-санда киіп тұрасың. Енді мына шашын ғана киесің, шашын үстін киюге болады. Енді мынау қыздардың енді шашы мен үсті нормально, по идее, нормально деп ойлаймын. Мынаны енді мынау білмеймін, мынаны вообще кететін жерде жоқ. Мынаның бізде маскасы и шашы жоқ, шашы да маскасы емес, киімі сияқты негізінде. В общем, бұл магический куб сіздерге ұнады ма, қай набор ұнап тұр сіздерге? И маған мынау ұнап тұр ма, алайын ба, алмай қояйын ба деп тұрмын. Себебі алда уақыттарда магический кубке артистке синий и аналар қосады деп ойлап отырмын өзім, бар ғой. Аттар кім еді? Анау, в общем, сол анау көк кемек бір бәлесі бар, кроссовка ма несі, сондай бар. В общем, сол соны қосады деп ойлап отырмын. Так, енді бізде басқа еш бәле жоқ екенше. И бізде айтпақшы, бізде коллекцияны көретін болсақ, бізде коллекцияға бір екі эмоция қосылды. Екеу ма? Жоқ, біреу қосылды. В общем, осы бұрында бізде колесо портонға шыққан болатын. Бізде в общем бұл түспей қойып, в общем 4-5 попитка айналдырдым, бірақ никак түскен жоқ. Соңғы попиткаға қалған болатын. Енді әлдеқандай қылып соны магазинге шығарып қойған айтамын да енді. И бізде дейтін лутбокстардан осындай өте керемет екі лутбокс қосылған. Бізде тауық, өлейін деп жатқан тауық. И мынау немеле, мынау кассета дейді, в общем, сондай кассета екен. И бізде осындай өте керемет андай ғой, в общем, не дейтін, не деуші еді ана чемодан, ойбай, өле чемодан, сумка ғой, в общем, сондай андай сумка типа. И бізде өте керемет мынандай акуланка ма, дельфин ба? Не, акула ғой, ойбай, дельфин деп өлемін, дельфин деп отырмын ғой. Акуланка бар екен. И бізде мынау мышық па, не осы? Мышық қой мынау. Сондайлар бар екен. И бізде дейтін өте керемет мынандай наборлар қосылды. Енді өте керемет деп өте керемет емес, енді по идее нормально осындай өте керемет деп өте керемет деген енді әдет болып қалған ғой енді. В общем, светофор сияқты ма, сондай ғой, сондай наборлар қосылған екен. Мына бізде андай, в общем, ауырып қалған типа бір бәле. Ал енді мен дейтін, енді көп сөйлей бермей, енді жақын арада шығатын эмоцияларға обзор жасап кетейін сіздерге. Так, бізде өте керемет бізде енді жақын арада шығатын эмоциялар, бұл бізде клоун, өздеріңіз білесіздер, клоун шыққалы жатыр. Қандай клоун дейтін болсаңыздар, в общем, ана бұрын қызыл сары, в общем, инкубатордың клоундары болатын. Өздеріңіз білесіздер, қызыл сары, жасыл, көк клоундар. Енді соның алтынмен біріккен түсі, в общем, соның светі шығайын деп жатыр. Енді мынау соған арналған, бұл соның эмоциясы ғой типа. Так, және де бізде Skyjet жақын арада шығатын осындай өте керемет Skyjet шыққалы жатыр. Әдемі деп айтуға болады. Өзіме өте қатты ұнады. Міне көріп отырмын, артына да отырады, алдына да отырады. В общем, сондай. Мынау Наруто енді жақын арада шығып кетіп те қалды. Сонша күтіп. И міне бізде жаңа клоун бізде эмоциясы. В общем, лоббиге келесіздер осылайынан. В общем, осындай әдемі. Көріп алдыңыздар. Осындай, в общем, әдемі деуге де болады. И бізде тағы да лоббиге келетін бізде екінші эмоция, бұл да сол клон эмоциясы деуге де болады. Өйткені клон бізде осылайынан келеді. И так, бізде жақын арада шығатын өте керемет эмоцияның бірі.
ма достар, өте керемет эмоция деп айтуға болады, өзіме қатты ұнады. И екінші бізде гильдияға арналған сондай. сондай ғой, бұл гильдияға арналған Нево гильдия дейді, өйткені менде гильдия жоқ. Сендер қандай гильдияда боласыңдар, сол гильдияның артына жазып қоятын болады. И мынау бізде так осындай үстіп оружияларды алады да атады ғой, осылайынан. И так мынау бізде удар ұратын, үстіп Б ұрып сындырып береді. Ойбай, сындырмайды екен құрсын, ойбай, басқа нәрсе екен ғой. Мынау және де бізде дейтін өте керемет дейді, осындай эмоция, бұл өте керемет емес, нормально. Так, мынау бізде осылай үстіп айналдырып тұрады, болды, үстіп айландырып тұрады. Мынау бізде дуоларға арналған эмоция, екі адам бірігіп тұрып істейтін эмоция. Осылайынан әдемі тұрады. И мынау бізде, не істем болады бұл? Бізде, аккаунттың ашылғаны ма, ойналғанның күндері ғой бұл бізде. Қанша күн ойналды, осы эмоция арқылы біліп отыруларына болады. 1948 күн бопты мен ойнап жүргенме. Ма, әдемі. И бізде дейтін осындай эмоция, тема әдемі. И бізде мынау эмоция ме, айтамады, не мынау аниме ма? Анимедегі бір бәле, динозавр ма, не мынау? Не ол? Сондай бір бәле ғой. И бізде мынандай футболмен коллаборациялардағы жақын арада шығатын эмоциялар. И айтпақшы жақын арада Месси шығады деп жатыр. Сол шын ба, өтірік па, комментке жаза беріңдер. И мына бізде және де екінші эмоция футбол жайында. И мынау Байлары Рокки деген эмоция. Қалай кімге ұнады, комментке жазып кетіңдер. И мынау бізде ниндзялардың эмоциясы, осыған әдемі бір набор шыққалы жатыр. И мынау бізде Игра в кальмардағы өздерінде білесіңдер, артқа қарап тұрып бүйтіп өлең айтып тұрып бүйтіп алғарған кезде өтіріп тастап бүйтіп сондай кукла. И мынау бізде, қайсысы бізде розовый зашта дейді. Бұл да сол Игра в кальмардағы сода қызыл киімдегі адамдар бар ғой, қара маскамен жүретін. Солардікі мен ойлағам, бумажный домдарды деп ше, солардікі деп сөйтсем, мен сол мұнан адамдар екен ғой. Ал ендеше осымен видеомызды аяқтаймыз. Видео кішкене болса да ұнады деген ойдан. Енді алдағы уақыттарда қандай эмоциялар шығады, соны біліп тұрасыңдар. Енді өтірік болса да ойбай, сондай мондай өлә деп арнаға тіркеліп үстіп кете салыңдар. Ал ендеше мен дейтін көп сөйлей бермей видеоны аяқтайын. Ал давайте сендермен бірге болған Зага. Ал давайте аманты жүздескенше. Қалай еді жүздескенше давайте сау болыңдар, давайте келесіде қандай видео шықсын, соны комментке жазуды ұмытпаңдар. Ал ендеше мен дейтін видеоны аяқтайын. Давайте достар, давай.